Қайырлы күн достар, қараңыздаршы, мен бүгін өте керемет пицца пісірдім. Жасалу жолы өте оңай және ішіне қосатын заттар да қолжетімді, барлық үйде табылады. Және дәмі енді пиццериядағы маргаританың дәмі. Сіздерге мен гарантия беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пиццамыздың қамырын дайындау үшін алдымен ыдысымызға ұнды салып және ортасына жылы су құйып, кішкентай қасықпен дрожж, кішкентай қасықпен қант және тұзды саламыз. Жақсылап үшеуін араластырамыз судың ішінде және осылай қамырды илейміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қамырымыздың осылай басы біріккеннен кейін ыдысқа қойып, бетін пакетпен жауып, біраз уақытқа қойып қоямыз. Және біз қамырымыз дайындап болғаннан кейін пиццаның арнайы соусын дайындауға кірісеміз. Ол үшін осылай 3 помидорды алып, яғни қызанақ үстіне кипяток құямыз. Оның не үшін құйдым десеңіздер, қабығы тез ашылу үшін. Енді міне көлем берген қамырымыздың үстіне осылай май құйып, жақсылап қайтадан илеп, бастырып, тағы да біраз уақытқа қойып қоямыз. Біраз уақыт дегенім ол бір жарты сағат уақытқа қойып қоямыз, ал ол уақыт аралығында біз пиццаның соусын дайындауға кірісеміз. Помидорларымыздың осылай сыртын ашып аламыз және осылай вилкамен немесе осылай езгішпен езіп дайындасаңыздар болады. Енді сковородкаға бір қасықтай май құямыз және майымыз қызғаннан кейін жаңағы помидорымыздың езілгенін саламыз. Үстіне аздап тұз салып және ащы қызыл бұрышты салып жақсылап араластырамыз. Және осылай араласып болғаннан кейін соусымызды 5 минутқа қалдырамыз. Ол өзі қайнап, өте әдемі болып шығады. Дәмі енді өте керемет болады. Енді соусымыз дайын болғаннан кейін қамырымызды дайындауға кірісеміз. Қамырымыз өте күшті болып көтерілген, жұмсақ, өте әдемі. Осылай маймен ұстаймыз, себебі жабысып қалуы мүмкін. Енді осылай қолмен жайып шықсаңыздар да болады, оқтаумен жайсаңыздар да болады. Маған оқтаумен жайған ыңғайлы болды. Жұқа етіп жаямыз. Барынша жұқа болса, пицца өте әдемі болады. Және уайымдамаңыздар, қатып қалмайды, қамыр өте жұмсақ, күшті болып шығады. Осылай барлығын жайып аламыз. Және менде видеоға түспей қалыпты, шетін бортик жасап, осылай салып, жаңағы соусымызды бетіне жағып шығамыз. Ал енді сырға келетін болсақ, сырымыз эмер сырының моцарелласымен және сыр түрімен екеуін үкіштен өткізіп, араластырып, солай сеуіп шықсаңыздар болады. Сол кезде оның дәмі өте керемет шығады. Мінекей екеуін бір ыдысқа салып араластырып, осылай бетіне қоясыздар. Бетіне қалаған затыңызды қойсаңыздар болады. Колбаса или тауық еті немесе помидор. Мен өзіме помидор болғандықтан, ұнағандықтан помидор қойып шықтым. Және печкада 5-7 минутқа ғана салып пісіріп аламыз. Және печканың қызулығы өте жоғары қызған дәрежеде болу керек. Осылай видео ұнап жатса, каналымның дамуына үлес қосып, лайк басып, подписка бөліміне басып кетіңіздер. Мінекей пиццамыз дайын болды, өте әдемі, өте дәмді және тез уақытта жасалады. Балаларыңызға міндетті түрде жасап берсеңіздер, сүйіп жейтін болады. Сіздермен болған Ақерке, үлкен рахмет.